Саламатсыздар ма? Міне 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай гавр қағаздарынан түрлі түсті гүлдерді жасайтын боламыз. Қош келдіңіздер. Мінекей 4 түрлі түсті қағазды қолданатын боламыз. Ашық розовый дейді, қызыл түсті, қанық сары, аспангөк қою және жасыл түсті. Және ортасына изолента, қайшы, ыстық келе және осы таяқшаларды қолданатын боламыз әрине. Енді осы бірінші қызылдан бастайтын боламыз. Қызылды алдымен енін ұзындығын өлшеп аламыз және ені 8 см қылып астынан үстіне қарай қырқып шығатын боламыз. Әрине осы сіздердің көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне шын жүректен құттықтайтындай қылып осындай гүлдерді сыйлыққа жасасаңыздар болады. Енді осыны ұзын қылып қырқып алдық, 8 см және ұзындығы өзінің гавр қағазының өзін өлшеген жаңа ұзындығы және ортасын бүктеп алдық. Бүктеген жерін қайшымен қырқып алдық. Және тағы да бір бүктейміз, сонда кішкене сопақтау төртбұрыш болып келеді. Ұнап жатса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Аяқ жағына дейін көрсеңіздер, өте тамаша болар еді. Өте қызықты және өздеріңізге ұнаса осы 8 наурызға көктемгі күндерге осы неше түрлі гүлдерді, түрлі түсті гүлдерді кішкене сыйлыққа берсеңіздер болады. Ал кеттік бастаймыз. 4 бұрышты алып, астынан кішкене басына дейін мінекей қараңыздар бүктедік және бүйтіп астынан үстіне дейін үстіп қырқып шығамыз. Сонда кәдімгі гүліміздің жапырақтары болады. Кәдімгі сабағындағы жапырақ емес, ашып тұрған гүліміздің жапырағы. Барлығын үстіп қырқып шығамыз. Бізге әрине 8 болмаса 10 дана қажет болады гүлімізге. Енді біреуден емес, екеуден қылып қырқатын боламыз. Өзімізге кішкене оңай болады. 8 наурыз мейрамы мен сұлулықтың мерекесі сіздерге арнап дайындаған бұл гүлдер біздің шынайы ықыласымыздың көрінісі деп ойласаңыздар да болады. Мінекей, енді гүліміздің жапырақтары дайын болды. Енді кішкене таяқшаға алдымен губканы алдық. Кішкене дөңгелек шариктерді, дөңгелек доптарды таппадым. Сондықтан осы губканы шет-шетін қайшымен қырқып алатын боламыз, өзімізге ыңғайландырып. Гавр қағазынан жасалған әрбір гүл сіздердің жүректеріңіздің нәзік көңілдеріңізде жарқын болсын деп тілеймін сіздерге. Бақыт, шаттық, денсаулық және көктемгі көңіл күйлеріңізге осы гүлді жасасаңыздар, көңілдеріңіз көтеріліп және аналарыңызға, қарындастарыңызға, болмаса өздеріңіздің жақсы көретін жігіттер болса, жігіттер көріп отырса, осындай гүлдерді қарындастарыңызбен жаңағы тапсырыс беріп істетсеңіздер болады. Әркімнің қолынан келеді. Ешқандай қиыншылық жоқ. Үйренем деген, талпынам деген адамға оңай. Мінекей, енді осыны жаңа дайындап қойған гүліміздің басын үстіп кілелеп шығатын боламыз. Мұқият қарап отырсыздар, басынан аяғынан дейін қараңыздар, өте тамаша. Енді әрине шет-шетіне әрине міндетті түрде клей жағатын боласыздар. Алдымен осы кішкене ақ губканың сыртын осы гафер қағазымен қоршап аламыз. Сонда біздің гүліміз өте дөңгелек және гүлдің кішкене фасонына ұқсайтын болады. Әрине аппақ басы көрінбеді. Сонда осы қағазбен жауып жіберетін боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Қол иегімен кішкене икемдеп, кішкене қараңыздар, қолмен жауып жібереміз. Және екі шетіне міндетті түрде клеймен жабыстыратын боламыз. Мінекей, біздің гүліміздің ортасы дайын болды. Енді әрине шет-шетіне кішкене екі гүлдің ортасын кішкене жаңа гүлдің жапырақтарымен жауып отыратын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей, екі гүлдің ортасына жабыстырып шықтық және мінекей екі
жапырақтың ортасына жапсыратын боламыз сонда. Төртінші жапырағымыз. Гүлдің жапырағы бұл сабаққа келгенде ол негізі арнайы бөлек гүлдің арнайы жапырағы, көк жапырағы шетінде тұр. А бұл өзіміздің гүліміздің жапырағы. Қолымызбен кішкене икемдеп жібереміз. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы видеода мен кішкене бәйшешек жасаған болатын. Көктемнің алғашқы белгісі болып табылады. Жаңағы фоамиран қағазынан, осы гавр қағазынан және де кәдімгі түрлі түсті балабақшаларда кәдімгі көрнекілікке арналған түрлі түсті қағаздардан жасасаңыздар болады. Негізі осы түрлі түсті қағаз болмаса фоамиран қағазынан жасамай, осы гавр қағазы кішкене ыңғайлы. Өйткені бұл созылады, гармошкада болады және қолыңызбен икемдесеңіз тура өзінің фасоны шыға келеді. Енді біз жапырағын дайындайтын боламыз. Жапырағын бір 6 сантиметрдей қыламыз ұзындығы және өзінің көлемінде басына дейін қырқып шығатын боламыз. Осыны қырқып алдық және бұны да әрине міндетті түрде бүктейміз. Бүктеген жерін қырқып аламыз. Енді осының ортасын қолымызбен икемдеп бұраймыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте оңай. Енді екі шетін қырқып отырамыз. Аналарыңызға, сіңілеріңізге, қарындастарыңызға осы гүлді жасап, кішкене сыйлық жасасаңыздар, түрлі түстінде қосып жіберсеңіздер өте әдемі болады. Және бір тегіс қылсаңыздар да болады. Осындай кішкене ашық түсті гүлдерден, гавр қағаздардан жасасаңыздар болады гүлдерді. Мінекей енді екеуінің ортасын әрине міндетті түрде клеймен жабыстырып отырамыз, өйткені ажырап кетуі мүмкін. Осыны сабағына кішкене қосып жіберетін боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Енді дайындап қойған бір-біріне жабыстырып және бұны да ортасынан бұраймыз. Гүліміздің астындағы кәдімгі астында тұратын жаңадан ашылып келе жатқан кезде осы жапырақ пайда болады. Осы жапырақ ашылған кезде осы жапырақ астында қалып кетеді және үстінде гүлі болады. Осының жапырақтарын клейлеп жаңа гүліміздің түбіне жабыстырдық. Енді екіншісі. Өздеріңіз білесіздер, төртеу жасайым десеңіздер төртеу, үшеу жасайым десеңіздер үшеу қылып клейлеп қойсаңыздар болады. Енді кішкене жасыл изолента десе болады, клей. Жасыл кішкене лента сияқты изолентаны тапсырыспен алдырып алдым. Осыны жаңа сабағын қоршайтын боламыз. Мінекей үстіп түбінен астқа қарай орап шығамыз таяқшасын. Енді ортасына сәл асқанда екі жапырақты қосып жіберетін боламыз. Енді екіншісін. Бір жақты болу үшін, екі жақты бір-біріне қарап тұру үшін кішкене орап, бір-біріне қаратып қойсаңыздар, осындай болып шығады. Және аяғына дейін осы сабағын клейлеп шығамыз. Орап шығамыз, әрине. Мінекей менің гүлім дайын болды 8 наурызға. Енді осы дөңгелегін артқа қаратып қайырып аламыз гүлмен. Қараңыздар, қандай тамаша гүл болды. Енді қараңыздар. Енді сары көктен жасап қойдым, оны қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей ашық түсті қызыл, сары және ортасына кішкене қою түсті аспан көкті. Қою көк түсінде қостық және сары және ашық қызыл цвет. Қандай әдемі, қараңыздар. Енді қолымызбен көрсетіп жатырмын, мінекей қандай болып шыққанын.
бағалай кетіңіздер. Видеомды басынан аяғына дейін көруге тырысыңыздар. Алдын ала рахмет көргендеріңізге. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Мінекей, қараңыздар, қандай әдемі болды.